Мұхтар Әуезов 1915 жылы Алаштың тұңғыш білім ордасы Семей мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Бұл оқу орнын 1920 жылдары аяқтайды. Кейіннен Ленинградтағы оқуынан қол үзіп келіп, 1924-25 жылдары Семейдің қазақ педагогикалық техникумында сабақ береді. Мұхтар Әуезовтың ұрпақтары Мұрат Әуезов пенен, Зифалуа Әуезова менен, Мағжан Әуезовтер менен біздің байланысымыз үнемі болып тұрды. Мұрат аға көз түрісінде 2000 жылы күз айында оқу орнына келді. Қасында ұлы Мағжан бар. Аралап оқу орнын көріп, өзінің тілегін айтып аттанды. 2003 жылы оқу орнының 100 жылдығын атап өткен кезде белгілі бір себептермен қатыса алмады. Ол мерейтойға қатыспағанымен дағы өз атынан Мұхтар Әуезов қорының президенті Мұрат Әуезовтың атынан мазмұнды үлкен құттықтауын жіберді. Кейіннен 2013 жылы оқу орнының 110 жылдығын атап өткен кезде ол кісі тағы да өзінің тілегін жіберіп, арнайы құттықтауын. Мұрат Әуезов 2000 жылы келгеннен кейін оқу орнына арнайы Мұхтар Әуезовтың 115 жылдығын атап өткен кезде, республикалық деңгейде үлкен шара өткен кезде арнайы келіп, келген қонақтардың ішінде болып, әкесінің оқыған, қызмет еткен жерін тағы бір мәртебе қарап, біздің студенттерімізбенен, оқытушылар қауымымен кездесу өткізді. Мұрат ағаның қарапайымдылығы, сырбаздығы, кішілігі, адамды сыйлау мәдениеті, қарым-қатынас мәдениетіне біз әрқашанда риза болдық. Кейіннен ағаның үлкен біз сәлемін алдық. Бұл сәлемі өзі ауырып жатқанмен дағы бүкіл өзінің тілегі осы елменен бірге екендігін, Абай елінің үлкен қамқоршы тілекшісі екендігін айтқан үлкен бір хаты қолымызға келіп, елдің назарына ұсынылды. Бұны енді алып келген Мұрат Әуезовтың ұрпағы, қызы Зифалуа, жалпы Әуезовтердің туыс туған әулетінің делегациясын бастап келген Рахымғали Құлмұхамед еді. Осы кісі ел алдында, Абай елінің алдында оқып, таныстырып, мазмұнымен хаттың осындай бір ағаның, Мұрат ағаның сәлемін жеткізген еді. Кейіннен Зифалуа бастатқан сол туған туыс әулет мінекей тағы да келіп осы былтырғы жылы күз айында оқу орнында болып біздің жастарменен кездесу ұйымдастырып Мұрат ағаны тағы бір сәт еске алдық. Енді Мұрат аға әр уақытта біздің жадымызда, жанымызда.